Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз алғашқы функция. Тақырыпты бастамас бұрын каналды қолдап, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл мен үшін үлкен демеу болады және ары қарай жаңа туындылар, жаңа тақырыптар жасауыма үлкен мотивация болады. Алғашқы функция дегеніміз не? 10-шы сыныпта туынды тақырыбына өттік. Туынды тақырыбына кері тақырып болады бүгінгі сабағымыз. Мысалға, f от x функциясына беріледі, мысалы, x-тің 4 дәрежесі болсын, иә? Біз сондай функция табуымыз керек, үлкен f от x. Осы функциядан туынды алған кезде, мына функция шығатындай болу керек. Бүгін осы тақырыпты қарастырамыз. Ал кеттік. Мынандай бірнеше формулалар бар. Яғни, алғашқы функциялардың жалпы түрі. Біріншісі f от x тең k. K деген қандай да бір тұрақты сан. Яғни кез келген тұрақты санның алғашқы функциясы үлкен f от x тең kx плюс с. Яғни, мысалы k 2 болатын болса, мына жерде f от x тең 2. Онда алғашқы функциясы 2x плюс с болады. Соңында, мына байқап тұрғандарыңыздай барлығында с жазылған, е? С дегеніміз не? С дегеніміз бұл тұрақты сан. С деген санды міндетті түрде қосамыз, өйткені кез келген санның туындысы 0-ге тең болады. Яғни, мына үлкен f от x-тан туынды алатын болсақ, бізде мынау k деген қандай да бір сан келіп шығады екен. Келесі формуламыз бұл өте көп қолданылатын формула деп айта аламын. f от x тең x-тің n дәрежесі. Онда оның алғашқы функциясы x-тің n плюс 1 дәрежесі бөлімінде n плюс 1 плюс с болады. Ары қарай, мынау бір бөлу түбір астында x деген алғашқы функциясы берілген, оны жоғарыдағы мына формула арқылы келтіріп шығаруға болады. Астында тригонометриялық функциялардың алғашқы функциясы көрсетілген. Синус, косинус, тангенс, котангенс. Осыларды қазір есепте шығаруда қолданамыз. Бірінші қарапайым функциялардан бастайық. f от x тең 5. Алғашқы функция үлкен f от x пен белгіленеді. Бірінші формуламыз кез келген санның алғашқы функциясы 5x болады. Өйткені 5x-тан туындалатын болсақ, 5 шығады. Және плюс соңына с деген әріпті қосамыз. Біріншісінің жауабы осы. Келесі, f от x тең минус косинус x. Косинустың алдында коэффициент, бұл минус 1 деген сан тұр, иә? Ол тұрақты. Алдында қандай коэффициент тұрса да, оны алдымен көшіріп жазамыз, минус. Енді косинустың алғашқы функциясы. Қай функциядан туынды алсақ, косинус шығады. Бір формулаға оралайық. Косинустың алғашқы функциясы бұл синусқа тең екен. Демек, жазамыз синус x плюс с. Екіншісінің жауабы. Үшіншісі, f от x тең 7x куб плюс x минус 1. Үлкен f от x тең. Алдында коэффициент тұрақты деп айттық. Коэффициентке тиіспейміз, солай қалады. 7. Содан кейін барып x-тің кубы. Бұл бірінші формуланы қолданамыз, то есть екінші формуланы қолданамыз, мына x-тің n дәрежесі деген. Осыны қолданатын болсақ, біз бөлшек саламыз, x-ті жазып, дәрежесіне 1-ді қосамыз, яғни 3 плюс 1. Сосын дәрежеде не тұр, соны бөлшектің бөліміне көшіріп жазамыз. Плюс, мына x-тің алғашқы функциясын тапқан кезде де дәл солай жасаймыз. X-тің дәрежесінде 1 тұр ғой. X 1 плюс 1 бөлімінде де 1 плюс 1. Минус 1, бұның алғашқы функциясы, бұл тұрақты сан минус 1x болады. 1-ді жазбасақ та болады, е? Ары қарай тең, бұны ықшамдаймыз. Бөлшек 7x-тің 4 дәрежесі бөлімінде 4. Мына x-тің 4 дәрежесінен туынды алатын болсақ, мына 4 алдына түседі, бөліміндегі 4-пен қысқарып, x-тің кубы қалады. Сол үшін бөліміне дәрежесіне не тұр, соны жазуымыз керек. Плюс x-тің квадраты
бөлімінде 2 минус x плюс с. Мына жерде айтпақшысы қалып кетті, плюс с болу керек міндетті түрде. Міне осы берілген функцияның алғашқы функциясы екен. Ал енді күрделі функцияларға көшейік. Бұлар күрделі функциялар не үшін? Синустың, синус x болса бұл қарапайым функция, ал синус 5x уже x-тің алдында коэффициент тұр, бірден басқа сан. Бұлар уже күрделі функцияларға жатады. X-тің алдында 2 деген, x-тің алдында 3 деген сан тұр. Бұларда кішкене ерекшелігі бар. Ол ерекшелігі былай. f от x тең синустың алғашқы функциясы минус косинус x. Минус косинус деп жазамыз. Сосын аргументте мына не тұр? Синустан кейін. Мына жаққа да дәл соны жазамыз. 5x деп жазамыз. Так, плюс қалып қоймайды. Бірақ, мына x-тің алдында 5 деген сан тұр ғой. Вот 5 деген сан бұл косинустың алдына 1 бөлу 5 болып түседі. 1 бөлу 5 деп жазамыз. Сонда мына минусты өшіре тұрайық. Мына жақта 5-тен 1, алдына мына минусты қоямыз. Не үшін? Косинустың туындысы минус синус, сосын бұл күрделі функция болғандықтан 5x-тан да туынды аламыз. 5x-тің туындысы 5-ке тең. Ол 5, мына 5-тен 1-дегі 5-пен қысқарып кету керек. Сондықтан x-тің алдында қандай сан тұрса, соны 1 бөлу деп, соған кері санды жазамыз. Ал егер x-тің алдында мысалы 2-ден 1 немесе x бөлу 2 болып тұрса, онда мына жақта 1 бөлу 2 емес, жай ғана 2 деген сан жаза саламыз. Келесі f от x тең 2x плюс 1. Так, 2x плюс 1-дің 2-ден 1 деген дәрежесі ғой, түбір асты деген, соған 1-ді қосамыз. Екінші формуланы қолданып жатырмын. Бөлеміз, дәрежеде не тұр, соны көшіріп жазуымыз керек. Мына x-тің n дәрежесінің алғашқы функциясы x-тің n плюс 1 бөлу n плюс 1. Осыны қолдандым. Түбір астын 2-ден 1 деп жазып алдық. Оған 1-ді қосамыз и бөлеміз дәрежеге. Көбейту, күрделі функция, x-тің алдында тұрған 2 деген сан, мына жаққа 2-ден 1 деп жазуымыз керек. Тең. Так, астына жазайық. Мынау бөлшектің бөлімі 2-ден 3-ке тең болады. Мына жаққа 3-ті жазып, алымына 2-ді шығарып жіберсек болады. Көбейту 2x плюс 1-дің 2-ден 3 дәрежесі болады. Көбейту 2-ден 1. Тең, мына 2 мен мына 2-ні қысқартырып жіберуге болады. И сонымен бізде жауабы бөлшектің бөлімінде 3, ал алымын түбір астында 2x плюс 1-дің, мына жақта 3 деген дәреже алымында тұр ғой, 3 деп жазамыз. Бөлімінде 2-ні біз түбір асты деп жазып жібердік. Плюс соңына с-ны қосуды ұмытып кетпейік. Және соңғы тапсырмамыз f от x тең мынау оқушылар бөлімінде тұрғанына x-тің кубы бар ғой, соны алымына шығарып жіберейікші. Сонда бұл 2 көбейту x-тің минус 3 дәрежесі болады. Алымына шығаратын болсақ. Алдында коэффициент тұрақты жазамыз. 2 көбейту. Жоғарыдағы формуланы қолданамыз. Көрдіңіздер ме, бұны өте көп жерде кездесетін формула бұл. Алғашқы функцияны тапқанда негізгі инструмент деп айтуға болады. x-тің минус 3 дәрежесі бар ғой, дәрежесін жазамыз, 1-ді қосамыз, және бөліміне көшіріп жазамыз. Минус 3 плюс 1-ді. Азайту, косинустың алғашқы функциясы синус. Кішкене былай қарай жазайын, өйткені қазір алдында x-тің коэффициент бар екен, соны жазамыз. Синус. Өзгертпей жазамыз, мына жақта қалай тұр, соны көшіріп жазамыз. И x-тің алдында 3 деген сан тұр, сондықтан бұл 3-тен 1 деп түседі алдына. Так, тең.
Так, мынау минус 2-ке тең болады. Иә, минус 3 плюс 1 минус 2-ке тең болады. Ол мына 2-мен қысқарады. Сонда минус x-тің минус 2 дәрежесі азайту 3-тен 1 синус 3x минус пи бөлу 3. Так, мына жаққа плюс с деген қалып кетті. Оны жазуымыз керек. Так, плюс с. Так, жауабын осылай қалдыруға болады. Немесе x-тің дәрежесіндегі мына минустан құтылу үшін оны 1 бөлу деп жазсақ болады. Яғни минус 1 бөлу x квадрат деп жазуға болады. Иә, ары қарай минус 3-тен 1 синус 3x минус пи бөлу 3 плюс с. Так, бұл жауабы болады бізде. Мына тапсырмалар оқушылар сіздерге арналған. Шығарып көріңіздер. Келесі сабағымызға дейін сау саламат болайық.